Уәделенген реформатор Мұса пайғамбардың хижрасында Алла Тағала теңізді қалай екіге бөлгені туралы анық ашық қып жазды. Қасиетті Құран кәрімде айтылғандай, оқиғаның сипаты мынадай. Исраильдіктер уәделенген жерге бара жатқанда, Перғауынның әскері оларды қуды. Олар жолдың арғы бетінде жатқан Қызыл теңіздің жағасына жеткенде қатты үрейленді. Өйткені Перғауын оларға жақын қалған еді. Бірақ Аллах Тағала өз әскерімен оларды жігерлендіріп, Мұса пайғамбар арқылы суды аса таяғымен ұруды бұйырды. Судың қайтуы болып жатқандықтан теңіз тартылып, түбіндегі құрғақ құмның үлкен үйінділерін көрсетті. Олар суға толы ойпаттармен белгіленді. Мұса пайғамбардың басшылығымен Исраильдіктер теңіздің құрғақ жерімен тез жүріп, қарсы жағаға өтіп үлгерді. Перғауынның әскері қуып, әлі теңіз түбінде құрғақта болған кезде теңіз көтеріліп, барлығын суға батырды. Құран кәрім бойынша мұғжиза тек Алланың қолындағы іс екенін және адамның оған еш қатысы жоқ екенін есте ұстаған жөн. Демек, Мұса пайғамбардың теңізге соққысы тек Құдайдың ісі болған. Теңіздің нақты бөлінуіне еш қатысы жоқ. Ол тек ишара не белгі ғана болды. Құран сөздері Мұса пайғамбарға алейхиссалам және оның ізбасарларына жол беру үшін шынымен теңіз екіге жарылды деген қате тұжырымға әкелмейді. Бұған қатысты Құранда қолданылған екі сөздің бөлінді және теңіз ашылды деген сөздердің түбірі бір, айырылу дегенді білдіреді. Қасиетті Құран сөздері бойынша оқиғаның бұлайша суреттелуі Исраил ұрпақтары өткенде теңіздің бөлінгенін, яғни жағадан алыстағанын, одан шыққан құрғақ жерден Исраил ұрпақтары өтіп кеткенін қуаттайды. Сондай-ақ Наполеонның өмірбаянында да ол Мысырға шабуыл жасағанда әскерінің бір бөлігімен Қызыл теңізді кесіп өткені жазылған. Бұл кезде судың қайтуы болған. Судың көтерілуі уақыты келіп қалғанда ол теңізден өте қоймағандықтан үлкен қиындыққа тап болып, әрең құтылған еді. Мұса пайғамбарға Алла Тағаланың мұғжизасы болып, оларға судың қайтуына мүмкіндік беріп, Мұса пайғамбар екі қолын көтерген бойда дұға етті. Алла Тағаланың әмірімен су кете бастады. Ал Перғауынның әскері суға кіргенде қиындықтарға тап болды. Олар өте баяу қозғалды және су келгенде әлі теңіздеді. Нәтижесінде су оларды басып, бәрі батып кетті. Теңізде судың қайтуы мен көбеюі жиі болып тұрады. Су кейде жағадан алысқа кетсе, кейде құрлықтың жағалауын толығымен жауып жатады. Теңіздің бөлінуі судың төмен түсуін білдіреді. Хазіреті Мұса алейхиссалам теңізді су ағыны азайған кезде кесіп өтті. Перғауын сонда жеткенде Мұса пайғамбар теңіздің құрғаған жерінен өтіп үлгерген еді. Перғауын да шабандоздарымен бірге теңізге асығыс кірді. Құм әлі ылғалды болғандықтан бұл олардың мініс көліктеріне қиындық туғызды. Олар сол жерде кептеліп қалған кезде су келіп қалды. Су көтеріліп, олардың алға артқа жүруі қиындай түсті. Соңында олардың бәрі теңізге батып, толқын көтерілгендіктен су олардың өлі денесін құрлыққа лақтырды.